Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Диспансерлік топтағы науқастарға үлестіретін тегін дәрі-дәрмектің санын көбейту қажет. Бүгіндегі дәріханалардағы баға 30%-ға қымбаттаған, ал қиналған науқастарға қажетті дәрі-дәрмек толығымен берілмейді екен. Зейнеткерлер болса, тегін таратылатын дәрілердің пайдасынан зияны көп дейді. Тақырыпты тілшіміз тарқатады. Тегін берілетін дәрі-дәрмектердің санын кішкене көбейтуіміз керек. Аптекалардағы дәрі-дәрмектер ең кемінде 30%-ға қымбаттады. Сондықтан бүгінгі күні олардың жаңағы дәрі-дәрмектері қолжетерлік болмай қалды, қымбаттығына байланысты. Ал бүгінгі күні медицина тарапынан, мемлекет тарапынан тегін дәрі-дәрмектері беріледі. Тегін берілетін кәдімгі өзінің тізімі бар. Бірақ ол тізім бүгінгі күні толық емес. Бүгінде диспансерлік топтағы науқастардың саны азаяр емес. Солардың бірі зейнеткер Юрий Качнев. Жанын шүперекке түйіп жүрген қарт көрсетілген медициналық қызметтің сапасына көңілі толмайтынын айтады. Я изрезанный 6 раз, оперированный. Маған 6 рет операция жасалған. Мен емханаға барсам, маған анализ тапсыр дейді. Ол анализ тапсыру үшін қалтаңда 5000 теңге болу керек. Дәрігерлер тым көп дәрі жазып береді. Өздеріне сұрасаң, нақты жауапты айта алмайды. Ничего не положено. Бұл 70-ті алқымдаған Нина қария. Ол қан диабетімен жүрекке тегін дәрі алатын. Бірақ қазір дәрі-дәрмекті толығымен ала алмай жүр. Дәрігерлер ұсынған дәрілердің сапасы нашар. Амалсыз алам, бірақ пайдасынан зияны көп дейді өзі. Ал қажеттісін сатып алуға зейнетақысы жетпейді екен. Пенсия небольшая у меня. Менің зейнетақым аз. Тегін 2-3 дәрі береді. Қалғандарын өзім сатып алуыма тура келеді. Тегін дәрілердің барлығын алмайым. Берген препараттары арзан тұратындықтан пайдасы да шамалы. Үкімет қыруар ақша бөлген екен, неге біздей мұқтаждарға бермейді? Ал жауаптылар болса, жауапкершіліктен жалтарып әлек. Арнайы тексеріс жүргізіліп жатқанын алға тартады. Олардың пікірінше дәрінің жетіспеуіне теңгенің құнсыздануы себеп. Бесплатное обеспечение. Тегін тарататын дәрі-дәрмектің диспансерлік топтағы науқастарға берілуін денсаулық сақтау министрлігі қадағалайды. Бірақ жылдың соңы болған соң жетпей жатқан шығар. Бұл мәселе жыл соңына дейін өз шешімін табады. Ал девальвацияны пайдаланған кәсіпкерлер дәрінің бағасын 30%-ға дейін шарықтатып жіберді. Оған байланысты арнайы тексеріс жұмыстары жүргізіліп жатыр. Денсаулық саласының басшылары бағаның шарықтауы кәсіпкерлердің кінәсі деп отыр. Ал тегін берілетін дәрі-дәрмектің мәселесі алдағы уақытта өз шешімін табады деп сендірді. Ол уақытқа дейін зейнеткерлер керекті дәрілерді өз ақшаларымен сатып алуға мәжбүр. Сымбат Ғалымбекұлы, Жанат Абдрахманов, Қазақ Ньюс, Алматы.